Қайырлы күн. Түркиядан тікелей репортаж деп бастасам. Мінекей Турцияда жүргенімізге осымен 3-ші күн. Стористардан көріп жатырсыздар, бізді қалай ыстық қарсы алып жатыр, махаббатпен қарсы алып жатыр. Оның барлығы осында оқып жатқан өзіміздің қазақ бауырларымыз. Роднойлар ғой бір сөзбен айтқанда. Түркияға келген екі себебіміз бар. Біріншісі демалу болса, екіншісі іс сапар. Осында қонаққа шақырған Білім Стейшн ұжымы компаниясы. Білім Стейшн бұл Қазақстаннан Түркияға оқуға түсіретін, және де сонымен қатар түрлі бағытта бір бағдар беретін Түркиядағы қазақ отбасы деп айтуға болады. Біз қазір тұрған Сакария университеті, бұл жақта Білім Стейшн арқылы 60-қа тарта өзіміздің бауырларымыз білім алып жатыр. Олардың енді былайша айтқан кезде өте риза деуге де болады, өйткені студенттік жағдайдың барлығы жасалған. Кітапхана болсын, спортзал болсын, үлкен стадионда, және де ең бастысы осындағы оқу ақысы. Енді кез келген адамға түсем деген роднойлар болса, жаңағы түлектер бар, екінші оқу орнын оқиын дегендер болмаса, шетелде оқуым келеді деген роднойлар. Ең бастысы по-любому енді финанс мәселесі, ал бұл жақта оқу ақысы, қазір қызық информация айтайын, 55 мың теңгеден 360 мың теңгеге дейін жылына. Енді басында мен де таңғалғам, сөйтсек бұл жақтың өзіндік мемлекеттен қарастырылған жеңілдіктері бар екен. 140-қа тарта мамандық, профессия. Былайша айтқанда енді оқимын деген балаға возможностьтың барлығын жасаған. Сізге қызық болса, Білім Стейшн сізге толық ақыл кеңестерін, былайша айтқанда консультациясын беріп жібереді. Төменде көрсетілген Білім Стейшн парақшасына кіріп толық ақпаратты ала аласыз.